Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге кереметтей болып шығатын үлпілдек, жұп-жұмсақ, дәмі деген тіл үйірер, ауызда еритін кекстің рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ең әуелі құрамына керекті заттар жұмыртқа, сұйық май, қант, қопсытқыш, мак, кептірілген өрік және де ұн қажет болады. Біз алдымен ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Жұмыртқамыз бізде жылы болу қажет, жасар алдында тоңазытқыштан шығарып қоясыздар. Және бір пиаладай етіп қантымызды саламыз да миксермен жақсылап араластырамыз. Қант жақсылап жұмыртқамен араласуы қажет, жақсылап еруі қажет. Аппақ көпіршік болғанша жақсылап араластырамыз. Сосын бір пиаладай етіп сұйық майымызды құйып, оны тағы да миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай дәл осындай болып шығады. Бір кеседей ұнымыз бізге қажет болады және жеткілікті. Ең әуелімен 3 ас қасық ұнды ыдысымызға салып алдым және де 1 шай қасық етіп қопсытқышты салған болатынмын да қопсытқышты кішкене етіп бетінен араластырып алдым және миксермен араластырдым. Бізде ұнды барлығын бірден салуға болмайды. Аз-аздан салсаңыздар, сол кезде жақсылап біркелкі етіп барлығы араласады. Барлығын бірден салып жіберсеңіздер, арасы іртік болып және де қалың болып қалады. Сондықтан да сіздерге кеңес бөліп салсаңыздар өте керемет. Мен өзім макты қосқан болатынмын. Арасында әдемі көрініп тұру үшін мактың орнына негізі күнжітті қолдансаңыздар да болады. Ол да өте керемет болып көрініп тұрады. Міне біздің кекстің тестасы дайын. Осылай болып шықты бізде. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Үйде кептірілген өрік болғандықтан мен оның арасына қолданған болатынмын, немесе бетіне де қолдануға болады, және де мейізді қоссаңыздар да керемет болып шығады. Біздегі осындай қалыптарымызға 1 қасықтай етіп, осы жаңағы кекстің тестасын құйып алған болатынмын. Міне бізде дайын болды. Барлығын 1 қасықтай етіп құйып алдым. Жаңағы туралған кептірілген өрігімізді бетіне қойып шықтым. Арасына да қойып шығуға болады, негізі өте керемет болып шығады. Ал бізде дайын болды. Барлығын осылай етіп жайғастырып аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 12 дана кекс шықты бізде қазір. Осылай дайын тұрған форманың ыдысына салып аламыз да 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Ал мінеки біздің кексіміз дайын болды. Иісі деген енді айта алмаймын. Өте керемет шықты ғой. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте қолжетімді, тиімді, үйдегі барша заттармен жасалатын, ешқандай да сүт, айран қоспаймыз. Тек жұмыртқа, жаңағы барлық қант деген сияқты заттармен жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, себебі біздің арнамызда сіздерге берілетін түрлі пайдалы рецепттер және де қызықты ақпараттар болады. Біз сіздерді күтеміз.